Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын глютенсіз балды тортын дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Видеоны соңына дейін көреміз. Ыдысымызға майымызды саламыз, үстінен балымызды саламыз, жай отқа қоямыз. Балымыз бен майымызды ерітіп аламыз, үстінен содамызды құйып, көпіршігенше қозғаймыз, жақсылап араластырамыз. Балымыз ыдысымызға жабысып қалмауы керек. Әйтпесе біздің тестамыздан күйген дәм шығатын болады. Дайын болған массамызды шамалы суытып аламыз. Үстінен творог салып, жақсылап араластырамыз. Массамыздың ыстық кезінде жұмыртқаны бірден салып жіберуге болмайды. Жұмыртқамыз пісіп қалады. Творогпен араластырып болғаннан кейін жұмыртқамызды салып араластырамыз. Құрғақ заттарымызға жүгері ұнын, күріш ұны, разрыхлительді қосып араластырамыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Тестамыздың қоюлығы қаймақ тәрізді болуы керек. Пергамент қағазды өлшеп аламыз. Мен 22 см бойынша өлшеп алдым. Пергамент қағазға 4 ас қасық тестамызды салып, бір келкі болғанша жаямыз. Қызып тұрған пешімізде 6-7 минутқа пісіріп аламыз. Біздің коржигіміз дайын болды. Шет-шетін тегіс қылып кесіп шығамын. Менде 6 корж шықты. Шыққан 6 корждың біреуін блендермен майдалап алдым. Бетіне, жанына сепкенге керек болады. Тортқа арналған кальцияға коржигімізді саламыз. Қайнатпалы крем пайдаландым. Бір келкі етіп жағып шығамыз. Осылай 5 коржымызды жасаймыз. Кез келген крем қолдансаңыздар болады.
Дайын болған тортымызды холодильникте 2 сағатқа сақтаймыз. Тортымызды кескен кезде өте жұмсақ болып кесілді, қатты болған жоқ. Қараңыздаршы, өте жұмсақ, ауызда ериді. Ешкім ойламайды, бұл балды тортқа бидай ұны қосылмаған деп. Сіздер де жасап көріңіздер. Қалай болып шыққанын комментарийге қалдыра кетіңіздер.